Райым қайда деген сұрақ. Райым бар екен, міне Райым отыр, шаруасымен айналысып жатыр, бірақ ол DD Records деген болған үшін андай звукозаписывающий мекеме, в общем, сондай мекеме деп оны кешегі қазақтардың арасына қоспай кеткенбіз. Бірақ міне 155 миллион, 80 миллион, 48 миллион, 46 миллион деген сияқты просмотрлармен Райым биыл 22-де қандай хит шыққаны есімде жоқ, бірақ міне бұрынғы шыққандарының бәрі кез келген телевизорде балдар қарап алдында билеп жүрген хиттардың бәрі міне 35-40 миллионнан набирать етіп жатқан. Осы DD Records қанша тапқанын көріп жіберейік. DD Records биыл міне Райым жоқ дейтін адамдарға Райымды уайымдамай ақ қойсаңдар болады, қарны аш емес сияқты 568 мың міне жылдық табысы деп көрсетіп тұрған. 2022-ның табысы 568 мың доллар болған екен. Опмайға тоқтадық. Енді Ирина Қайратовна қайда? Ирина